Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте жұмсақ, ауызда еритін шелпектің рецептісімен бөлісетін боламын. Бастамас бұрын алдағы шығатын жаңа рецептілерді көру үшін каналға тіркеліп, колокольчикті басып қойыңыздар. Сүт менде холодильниктен шыққан, сондықтан үстіне қайнаған су құйдым. Екеуі жылы консистенция береді. Ұнымызға аздаған ас содасын сеуіп, араластырып аламыз. Енді сүтімізге жарты қасық тұз және де 1 қасық қант қосамыз. Жақсылап араластырып, ұнымызға аздап құйып отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін салафанға салып, 20-30 минутқа тындырып аламыз. Жиырма минуттан кейін қамырымызды ұзыншақ етіп, бірнеше бөліктерге бөлеміз. Барлық қамырды қолымызбен видеодағыдай домалақтап шығамыз. Ұнның көмегімен барлық шелпегімізді осылай домалақтап жаямыз. Мінекей барлық шелпектерімізді осылай домалақтап жайып алдық. Менде тура 13 дана шықты. Табамызға майымызды құйып, қыздырып, шелпегімізді салып, екі жағы сап-сары болып, сарғайғанша қуырып аламыз. Мінекей біздің шелпектеріміз дайын, өте жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Әр жұмада шелпек пісіріп Құран оқытуды Алла тағалам нәсіп етсін сіздерге. Барлықтарыңыздың жанұяларыңызда тек қана бақыт, қуаныш болсын. Сіздерге рецепт ұнады деген ойдамын. Каналға тіркеліп, колокольчикті басып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Динара.